бүгінгі өтетін біздің дәрігер сағатымыз экология қазақстан экология проблемасы. Қазақстан экология проблемалары неде жатады? Сіздеріңіз ойлаңызшы. Ауаның судың ластануы және де жердің ластануы. Қазіргі таңда адамдар көбінесе мусорды қоқысқа соғыстың жанына немесе жай далаға тастай салады. Бұл мәселені шешу керек. Және де осы бүткіл қоқысқа тасталған мусорный ящикке тасталған қоқыстың барлығы свалкаға барады, свалкаға жатады. Оның өзі де табиғатқа өте қатты және жаман әсер береді. Ауа ластануының басты себебі қаладағы көлік фабрикалары, олардың көмір қышқыл газ шығарады, ол ауада таралады. Ауа сосын ластанады. Ауа ластанған соң климатта жаман болады. Дұрыс айтасыз, отыра беріңіз. Ал топырақтың ластануына қандай фактор әсер етеді? Жерлерге және су құймаларына көптеген химикалық ақпараттардың құйылуы. Дұрыс айтасыз. Және мусорды кез келген жерге тастап кету. Ең басты судың ластануына әсер ететін негізгі факторлар. Зауыттардың абсолюттары. Және кемелермен жүретін адамдардан бензиннің құйылуы. Судың ластануының үш факторы болады. Бірінші биологиялық және физикалық. Биологиялық ластануға тірі бактериялар, ал химиялық ластануға зиянды заттар, яғни мұнайдан шыққан қалдықтар. Ал физикалық ластануды қаланың тығыз орналасуына байланысты су көлемінің азаюы. Қазақстан ең басты экологиялық проблеманың бірі Арал теңізінің құрап кетуі және Каспий мұхитының тартылуы, яғни биіктігінің төмендеуі. Су алып жатыр ғой. Су алып жатыр. Сол оның қандай табиғатқа зиян тигізеді? Жер эрозиясының бұзылуына әсер етеді. Сосын тағы эпидемия қалып келуі мүмкін. Біз ауырып қаламыз. Адамзатқа көптеген адамдар бөлетін жер бар. Солар жүріп, олар деген малдың қалдықтарын жеп кетеді. Ол малдың қалдықтарында бірнеше түрлі вирустар, инфекциялар, олар барлығы тіпті өзінің асқазанына қорқытады. Себебі оларда осы организм үйренгенде дезинфекция болғанда өзінің организмі. Және де қабан дейді, қабандарда жеті бірнеше жұма дейді, бірдеңе дейді, соның человечествоны сақтап қалуы. Бәрін YouTube'дан лаптопс деген канал бар.